Ендеше ассалаумағалейкум, армысыздар, аралас жекпе-жек өнерінің адал жанкүйерлері. Бұл найза жекпе-жек форматында өтіп жатқан кезекті турнир Ақтау қаласының төрінде өткен жекпе-жек кеші. Енді сіздерге комментаторлық қызмет көрсететін мен Серік Ноян және әріптесім Михаил Краймер. Мен Креймер деп үнемі қателесем. Енді Михаил, қайырлы күн. Серік Ноян, Михаил Краймер, найза жекпе-жек Ақтау, и мы начинаем. У нас первый бой между Мамурджоном Махмудовым и Тамерланом Абдурахмановым, представляющим Казахстан. Рефери сегодня Асылбек Измагамбетов. Ну что, поехали. Естеріңізге сала кетсек, бүгін енді өтетін жекпе-жектердің саны өте аз, 4 жұп қана өнер көрсетеді. Дегенмен бұл найза жекпе-жек форматы әрқашанда жас таланттарға Қазақстанның әр түкпірінен кәсіпқой деңгейдегі ММА алаңына шығам дейтін жауынгерлерге өте жақсы таптырмайтын мүмкіндік. Сондықтан Найза ТВ және Спорт Плюс Қазақстан телеарнасы бірінші раунд біз бастаймыз. Ну что сказать, ребята молодые, есть у них небольшой опыт. У Махмудова 1-0 рекорд, у Абдурахманова 3-1. Возраст, соответственно, 25 и 22 года. Выступают они в полулегкой весовой категории. И вот так вот, без разведки, сразу же начинают рубиться за центр клетки. Найза жекпе-жек. И сейчас видно небольшое преимущество у Махмудова. Он более агрессивный, но при этом видно, что Абдурахманов тоже пришел не кукурузу охранять, как говорят, и хочет сегодня забрать еще одну победу. Жігіттеріміз айқасты салған жерден бірден жоғарғы жылдамдықпен бастап кетті. Хорошее колено. Қазір Абдурахмановтың тарапынан және өзбекстандық қарсыласы бұл өткізіп алған ауыр соққыдан кейін бірден жауап қатуға тырысты, бірақ қазір енді партерге қарай жайғасты. Екі жауынгер шынтақпен тағы соққы Темірланның орындауында. Хорошее было попадание коленом от Абдурахманова, но при этом было такое ощущение, вот даже видим кровь уже на лице у Мамурджона, что он дальше не совсем понимал, что делать, смог перевести действительно, но вот в партере, в такой патовой немножко позиции находятся сейчас бойцы. Я думаю, что Абдурахманов просто пытается улучшить свою позицию, чтобы нанести еще больше урона, а Мамурджон, видимо, идет за приемом, пытается высокий гард набросить, чтобы выйти на треугольник, либо на рычаг локтя, но вот цепляется за сетку ногами, этого делать категорически нельзя. Өзбекстандық жауынгер жаңа қарсыласты бір ауырту тәсіліне тартып көрген болатын, дегенмен Абдурахманов қазір жауапсыз соққыларды жаңбырдай жаудыруда. Өзбекстандық жауынгер басын бұққан қалпы тек қана қорғануға мәжбүр. Және осы сәтте бәлкім жекпе-жек уақытынан бұрын аяқталатын шығар. Останавливать уже надо, конечно. Победа от Темерлана, он улучшает свой рекорд до 4-1, делает это он вполне уверенно. Хотя были вот некие сомнения после удара коленом, после которого нужно было прям, мне кажется, очень активно развить свой успех, он сделал перевод, но